Әрбір әке мен шеше артынан ерген балаларының сауатты, білімді, ақылды, бақытты, ауқатты өмір сүргенін қалайды. Олар өмірден көрген білгендерін балаларына жеткізіп, ақылдарын айтып, жақсы тәрбие беруге тырысатыны заңды. Бірақ өкінішке қарай өмірде барлығы олардың айтқанындай бола бермейді. Ұрпағы жақсы жетістігімен көпке танылып жатса, көңілдері марқаяды. Ал бәрі керісінше болып жатса, күйінеді, қапаланады, қайғырады. Тарихта соңынан ерген балаларына хат жазған белгілі тұлғалардың бірі қытайлық бай қуатты бизнесмен, миллиардер Джилек Ма. Ол ұлына мына мың құбылған сайқымазақ алдамшы өмірдің мәнін түсіндірмек болып төмендегідей хат жазыпты. Саған бұл хатты жазуыма үш нәрсе себеп болды. Тағдырды болжап болмайды. Ешкім де өзінің қанша өмір сүретінін білмейді. Сондықтан кей нәрселерді ертерек айтқан дұрыс. Мен сенің әкеңмін. Мұндай ақыл кеңесті саған мен айтпағанда кім айтады? Саған айтатындарымның барлығы менің өмір жолымда кездескен кедергілерден алған сабақтарым. Сондықтан осы сәтсіздіктерді қайталамауың үшін пайдасы болар деп санадым. Бірінші, сені жақтырмаған, саған нашар көзқараспен қараған адамдарға ешқашан ренжіме. Өйткені шешең екеумізден басқа ешкім де саған борыштар емес. Егер де біреу саған қамқорлық танытар болса, оны қадірлей біл. Өміріңде кездескен кез келген адамды немесе бағалы затты басқа ешкім, еш нәрсе оның орнын баса алмайды деп қарама. Осы көзқараста мықты болсаң, болашақта асылыңнан айырылып қалсаң да сабырлы бола аласың. Үшінші, өмір өте қысқа. Дәл қазір уақытыңды босқа өткізіп жүргеніңді дәм-тұзың таусыла бастағанда білесің. Өмірді қаншалықты ертерек қастерлей бастасаң, өмірден алатын ләззатың да соншалық көп болады. Ұзақ өмір сүруді армандағаннан гөрі уақытты үнемдей білген дұрыс. Төртінші, махаббат деген біртүрлі сезім ғана. Бұл сезім уақыттың өтуімен, ортаңның ауысуымен бірге өзгеріп отырады. Егер күндердің бірінде сүйгеніңнен айырылып қалсаң, сабырлықпен күт. Уақыттың өзі барлығын ұмыттырады, көңілің де сабасына түседі. Махаббаттан бал жұтам деп беріліп кетпе. Махаббаттан келетін қайғыдан қабырған қайысып шөге кетпе. Бесінші, көптеген табысқа жеткен кәсіпкерлердің білімі орташа болған. Бірақ бұл құлшына үйренбеген адамда табысқа жете алады дегендік емес. Есіңде болсын, білімің ешкім сенен тартып ала алмайтын ең мықты қаруың. Адам білімсіз де кәсіп жарата алады, бірақ білімсіз бәрібір де оны дамыта алмайды. Алтыншы, қалған өмірімде мен саған мені бақ деп талап қоймаймын. Дәл сол сияқты сен кәмелеттік жасқа жеткен соң менің де жауапкершілігім аяқталады. Өмір бойы қоғамдық көлікпен жүресің бе, әлде мерседес мінесің бе, қара көже ішесің бе, әлде май шайнайсың ба, ол өз қолыңда. Жеті, өзің уәдеге берік бол, бірақ басқаларға бұл талапты қоя алмайсың. Басқаларға үнемі ілтипатпен қара, бірақ басқаларға да өзіңе жақсы көзбен қара деп талап қоя алмайсың. Сен оларға қалай қарасаң, олар да саған солай қарай бермейді. Егер осы ақиқатты жете түсіне алмасаң, өмірде басы артық келеңсіздіктерге ұшырай бересің. 8. Мен 26 жыл бойы лотерея билетін сатып алып келемін. Әлі бір рет ұтқан жоқпын. Тіпті 3-ші дәрежелі ұтысқа да жеткенім жоқ. Бұл дегеніміз, адам табысқа жету үшін құлшына үйреніп, тынбай еңбек ету керектігінің дәлелі. Мына әлемде ақы алмайтын асхана жоқ. 9.
Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан да ет жақын туысқандарыңды, жанашыр жақындарыңды қадірлей біл. Екеуміз де мәңгі бірге бола алмаймыз. Қара көз жұмылған соң ешқашан қауыша алмаймыз. Бұл хатты оқып біткен кезде сенде екі таңдау болады. Біріншісі, сен мұны одан әрі дамытып, өзіңе мәңгі азық болатын рухани көмекші етіп сақтайсың. Екіншісі, ештеңе оқымаған, көрмегендей болып, бұрынғы өміріңді жалғастырасың. Қойын дәптеріңнен ертерек бір дерек көздерден көшіріп алған әкенің ұлын айтқан 10 ауыз сөзі деген жазба кездесті. Онда мынадай жолдар бар екен. Ұлым, сұлу әйелге сүйсінем деп жанарыңды жоғары көтерме. Өзіңдікі емес сұлуға сұқтана қарау жараспайды. Көп адамды әйелдің сұлулығы құртқан. Өйткені сұлудың махаббаты күл қылып күйдіріп жіберетін жалын іспетті. Ұлым, ақылдыға ілессең адаспайсың. Ақымаққа ілесіп ақыл қоспайсың. Ұлым, ағашты бұтағы мен жемісі, ал тауды қалың орман қалай көркейтсе, еркекті балалары мен әйелі солай көркейтеді. Бауырлары да, әйелі де, ұлдары да жоқ адамды жаулары көзгілмейді. Ол жол айрығына өскен ағаш сияқты. Әр өткен адам жемісін жұлып әкетеді. Әрбір аң даладағы әр қабығын бір-бір тістеп өтеді. Ұлым, тәтті тілмен сөйле, аузыңнан шыққан сөзің жылы болсын. Ит құйрығын бұлаңдатса тамақ жейтінін, абала бүрсе таяқ жейтінін есіңе сақта. Ұлым, кейін кеудемді бассын демесең, жақыныңа аяғыңды бастырма. Ұлым, алыстағы бауырыңнан қасыңдағы досың жақсы. Ажарлы болғаныңмен жақсы атыңның шыққаны артық. Өйткені жақсы атың мәңгі қалады, ажарың таяды, жоғалады. Ұлым, достарың өзіңнен безіп кетпесін десең, әкеңнің достарынан өзің де алыстап кетпе. Ұлым, адамдар өз-өзімен таласып жатқан жерге жолама, өйткені талас көп жағдайда кісі өліміне себеп болады. Ұлым, өзіңнен үлкен кісіні көргенде құрмет қылып, орныңнан түрегел. Ұлым, егер сен қайтсем ақылды болам деп жүрегіңмен қиналсаң, мынаны біл, аузыңнан жалған сөз шықпайтын болсын, өсиетке терең бол, өсек сөзге керең бол, қолыңды ұрлықтан тый, сонда ақыл кіреді. Міне, ғибратқа толы хаттар мен мәнісі зор осы жазбалармен танысып отырып, оны көпшілікке жеткізуді жөн санадым. Біреу болмаса біреу танысып, ой түйіп, күнделікті күйбең тіршілігіне тірнектей көмек беріп жатса артық болмас. Мына дүрбелеңге толы, қызылды жасылды дүниеде кез келген әке артына ілескен баласының болашағына алаңдап, саналы, озық ойлы, кішіпейіл, жақсы азамат болып қалыптасса деп армандайды. Өйткені жақсы бала тек әке-шешесінің ғана емес, ол елінің мақтанышы. Ылайым елінің, халқының болашағына елеулі үлес қосатын, елдің қамын жейтін саналы ұрпақ көп болғай.